Сөйле тілім алаңдама тартынба, найза қайдай шындықты айтып жарқылда. Қалай ғана өмір сүрдім дей алам, бір ауыз сөз қалмаған соң артымда. Заман қалай, адам қалай өзгерді, өзгергенді шүкір қазір көз көрді. Арың менен ақиқаттың алдында, шындық қайтып шыңғыратын кез келді. Айтсан анар момын халық едік қой, сенгіштіктен талай таяқ жедік қой. Халқымыздың қамын жеген ұлдарын, о ғаламат халық жауы дедік қой. Күңі болған қазағымды сорлаған, қайсиеттің қара рухын қорлаған. Ешқашанда тарихымда даламның кешегіндей ұрыс керіс болмаған. Сені бөскен халық едік малына, малын алса қайтсын халық налымай. Америка, Түркияға, Қытайға жетіскеннен шашылдық батарыдай. Әке тұрып сөйлеп кетті баламыз, ағайыннан алыс кетті арамыз. 3 миллиондай аштан өлген бабамыз, қалғанымыз қайда кетіп барамыз. Шубарала болып кетті тілдерің, айтатұғын келді бүгін күндерің. Тілің кетсе өнің қоса керкірін, қайран елім қайдан ғана білмедің. Білмедің 11 тілде сөйлегенде таңғылып, ана тілді білмеу қандай заңдылық. Өсір балаң жалпақ далаң жатқанда, қазақ тілі жасау керек мәңгілік. Ауруыңда бірте-бірте асқынған, қара ниет асып кетті қасқырдан. Қай бабаның дәстүрінде бар еді, ата-анасын бөтен қолға тапсырған. Азаматтар қол бастаған қаһарман, алкоголдың арбауына шатталған. Бұл заманның қобланы мен қамбары, оқ тимей ақ шығып жатыр қаһардан. Надандықтың биігінен аспадық, Құдайдың да таза жолын тастадық. Маскүнемді құлдар түгіл қыздарың, ол аз болса наша шеге бастадық. Сәл кидіріп ойлаңдаршы әріден, қанша сәби өлді ол бәріден. Қыздарымыз үйде отырықты боп, тірі жетім көбейді ғой бәрінен. Ақымаған биікте еді бабамыз, оқыды қой неге сая санамыз. Асқынды ғой жарамыз, ей бауырым қайда кетіп барамыз.